Түнде ұйықтай алмайтындарға кеңес. Адамдардың кейбірін ұйқысыздық мазалауы мүмкін. Егер сізде де түнде ұйықтау қиын болса, ұйқыңызды жақсартуға көмектесетін бірнеше стратегия барын біліңіз. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода ұйқыңызды жақсартуға көмектесетін бірнеше стратегияға тоқталатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршан басуды ұмытпаңыздар. Бірінші, күнделікті бір уақытта ұйықтаңыз. Тіпті демалыс күндерде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта оянуға тырысыңыз. Бұл сіздің денеңіздің ішкі күйін реттеуге көмектеседі және ұйқыңыздың сапасын жақсартады. Екінші, ұйықтар алдында күн тәртібін жасаңыз. Кітап оқу, жылы ванна қабылдау немесе терең тыныс алу сияқты әрекеттерді орындап, денеңізге ұйықтау уақыты келгенін білдіріңіз. Үшінші, ұйықтауға қолайлы жағдай жасаңыз. Жатын бөлмеңіздің тыныш, қараңғы және жайлы температурада екеніне көз жеткізіңіз. Төртінші, ұйықтар алдында телефон қолданбаңыз. Смартфон, планшет және компьютер секілді электронды құрылғылар шығаратын көк жарық ұйқыңызға кедергі келтіруі мүмкін. Бұларды ұйықтар алдында кем дегенде 1 сағат өзіңізден алыс жерге қойыңыз. Егер қатты керек болса, көк шығару жарығын азайтатын параметрлерді қолданыңыз. Бесінші, стимуляторлардан аулақ болыңыз. Ұйықтар алдында кофеин немесе никотинді тұтынбаңыз. Себебі олар сізге ұйықтауға кедергі келтіруі мүмкін. Сондай-ақ шоколад пен кейбір дәрі-дәрмектер секілді кофеині қосылған тағамдар мен сусындарды да тұтынуға болмайды. Алтыншы, күнделікті жаттығу жасаңыз. Тұрақты физикалық белсенділік түнде жақсы ұйықтауға ықпал етеді. Дегенмен дәл ұйықтар алдында күшті жаттығулардан аулақ болуға тырысыңыз. Өйткені олар сіздің денеңізді қыздырып, ұйықтап кетуді қиындатады. Жетінші, стрессті жеңіңіз. Стресстің жоғары деңгейі ұйықтап кетуді қиындатуы мүмкін. Ұйықтар алдында ойыңызды тыныштандыру үшін терең тыныс алу мен прогрессивті бұлшықет релаксациясы сияқты әдістерді қолданыңыз. Сондай-ақ ұйықтар алдында сіздің алаңдататын мәселелерді жазатын күнделікті жүргізуге болады. Сегізінші, кешке ұйықтамаңыз. Егер сізге түнде ұйықтау қиын болса, түстен кейін немесе кешке ұйықтамауға тырысыңыз. Бұл уақытта ұйықтау сізге ұйқы мен ояну процесін бұзуы мүмкін. Тоғызыншы, дәрігерден кеңес алыңыз. Егер осы стратегияларды қолданғаныңызға қарамастан, ұйқы проблемаларымен үнемі күресіп жүрсеңіз, сізге дәрігермен сөйлесу пайдалы болмақ. Олар қосымша нұсқау береді. Есіңізде болсын, әр адамның ұйықтау уақыты әртүрлі болады. Сондықтан сіз үшін ең қолайлысын табу үшін біраз сынақ пен қателіктен өтуіңіз мүмкін. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршан басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жүруді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.